Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз құны жайлы. Біздер алдыңғы өткен тақырыбымыздан білеміз, құны, саны, бағасы дегенді. Енді ақша арнайы ол өнімнің, еңбектің, заттардың құнының өлшемі болып табылады. Бағасы дегеніміз белгілі бір затқа, әрекеттерге, заттарды алуға болатын ақшаның саны белгілі. Ал құны дегеніміз ол барлық өнімге төленген ақшаның саны. Заттың санын табу үшін құнын бағаға бөлеміз. Құнын табу үшін бағаны санына көбейтеміз. Бағасын табу үшін құнын санына бөлеміз. Енді мына есепке қарайық мұқият. Қалам 8 теңге тұрса, оның 8 данасын сатып алсақ, біздер қанша теңге төлейміз? 64 теңге төлейміз. Яғни құнын табу үшін бағасы мен санын көбейтеміз. Енді кітап 90 теңге тұрады. Мен тек бір кітап сатып алсам, оның негізгі бастапқы бағасы 90 теңге. Өшіргіш. Мен 9 дана өшіргіш сатып алдым. Яғни саны менде белгілі. 90 теңгеге сатып алсам, бағасын табу үшін құнын санына бөлеміз, сонда бағасы шығады. Енді 25 беттегі 7-8 есептерді өз беттеріңізше дәптерге орындап, окедуске салыңыздар. Жақсы оқушылар.